Достар, салам алейкум. Қазір мен бір керемет эксперимент істеп жатырмын. Енді бүгіннен бастап мен трансляцияны жаза бастаймын видеоға. Қазір қасыма бір DJI-дің видеосын қойып қойдым, камерасын. И сол күнделікті стримді жазып, одан кейін барып YouTube-қа салатын боламын, достар. Сондықтан өте маңызды, достар, лайк басып отырайық. Темшік достарыңызға жіберіңіздер. Ақша тапқысы келетін, бизнес жасағысы келетін, неден бастарын білмей жүргендер, қалай бастау керек, сол туралы ақпарат бере бастаймын, достар. Сондықтан өте маңызды, лайк басып, темшік достарыңызға жіберіп, бөлісіп отырыңыздар каналда. Бұл каналда көп нәрселер үйренесіздер. Бұл жерде бүкіл жинаған опытым бар. 6 жылдық опытым бар бизнестегі. Уалейкум ассалам. 6 жылдық опытым бар. Одан бөлек 20 миллионнан аса ақшаға неше түрлі курстар алғам. Одан бөлек қанша рет қадалғам. И осы нәрсенің барлығын халық қадалмаса екен, халықтың деңгейі өссе екен, білім алса екен, бизнесті қалай бастау керек екен үйренсе екен, қандай жол бар екен білсе екен деген мақсатта осы каналды жүргізіп отырмын. Күнделікті негізінде стримге шығып отырам. Әртүрлі жастарға әртүрлі советтер болады. Сондықтан, достар, лайк басып отырамыз, тарқатып отырамыз. Өзімде бизнес бар, достар, менде бизнес бар, істеп жатқаным 6 жыл болды. Бірақ соңғы жылдары қатты көңіл бөлдік, өйткені менің өзім жаңағыдай не ғой? Адам бірден білімді болып туылмайды. Адамда қиындықтар келген кезде, небір нәрселер, проблемалар болған кезде адам уже өзгерем деп шешеді да. Всегда адамда екі вариант бар, достар. Біреу өсу, біреу құлау болды. Бір орында тұру деген тема жоқ. Достар, лайк басып отырайық, көбірек лайк басып отырайық. Бұл сендерге ешқандай продукт сендер сатайын деп отқан жоқпын, ешқандай курс сатайын деп отқан жоқпын. Сендердің ақшаларың керек емес. Бұл жерде бар біліммен осы қазақ елімен халыққа бөліссем деймін. Өйткені бүкіл нәрсе ақшамен есептелінбейді, достар. Естеріңізде болсын. Ақшамен есептей беретін болсаң, ұзаққа бармайсың. Ақша деген нәрсе ол когда сен адамдардың талай проблемасын шешіп, адамдардың өсуіне, дамуына, уақытын үнемдеуіне, емделіп кетуіне, болмаса бір проблемаларын шешіп беруіне көмектессең, ол кезде саған ақша өзгереді, достар. Сондықтан орынды ауыстырып алмау керек, достар. Арба мен атты қойған кезде өзінің реттілігі бар. Дұрыс па, достар? Бірінші атты қоясың, сосын барып арбаны қоясың атына. Сол сияқты өмірде де реттілік бар. Егер сен оның орнын ауыстырып алатын болсаң, ұзаққа бармайсың, достар. Түсіндір ма? Сондықтан бүкіл нәрсе мен всегда айтам, өмірдегі жетістік болсын, бизнес болсын, бір даму болсын, бүкіл барлығын тек қана ақшаға келіп тіремеңдер. Ақша ол келеді өзі. Достар, сұрақтарыңызды жазып отырыңыздар. Өйткені сіздердің сұрақтарың өте маңызды. Мен не только стримге шығамын, одан кейін мен халықтың проблемасын білетін болсам, алдағы уақытта мен кітаптар шығарамын. Ол әр кітап определенный бөлге арналған. Мысалы, біреу болады, мен сатуды білмеймін дейді. Мен сату туралы бір кітап шығарамын, примерно 50 беттік, көп емес, өйткені халықта уақыт жоқ, шыдам жоқ, сабырлық жоқ кітап оқып отқанға. Сондықтан бір 50 беттік, о жерде андай әңгіме емес, әдебиет сияқты, тарих емес, о жерде чисто практиканың нелерін қоямыз. И сол жердегі адам оқыған кезде уже біраз нәрсесі өзгеру керек та. Ана кітапты оқыған кезде бүйту керек адам, ё-майо, сондай нәрсе бар ма не дегендей қып ше. Оның нәрсені білмеппін. Өйткені мен қарап отырмын, қарапайым халықтың жалпы жағдайын ойлап отқан, оларға арнап бір продукт шығарып отқан адамдар жоқ та. Бізде мысалы пирамида болатын болса, ең астында халық көп қой. Оларға арнап курс шығарып отқан жоқ. Барлығы инфобизнесмендердің барлығы тек қана үстіне шығарады болды мынау. Көп ақша төлей алатындар, бизнесте жүргендер, жаңағыдай соларға арнап продукт шығарады болды. Миллионерсіз ба дейді. Шүкір Аллаға, жетеді, достар. Мынандайда көп адамдарда түсінем, бірінші мәселе ақша. Өйткені сенің ақша тауып, сен определенный хотелкаларын жабылмайтын болса, онда бақыт туралы әңгіме керек емес оған ше. Ақшасыз бақытты боламыз, ақшасыз күшті өмір сүруге болады, достар, уайымдамаңдар, бақыттың бәрі ақшада емес деген әңгіме өтпейді оған ше. Түсініп тұрсыз ма, достар? Сондықтан бірінші очередь по-любому адамға ақша керек. Ақша ол базовый потребностьтер жапқаннан кейін барып, уже ары қарай сенде андай не дейді, уже халыққа пайда келтірем, уже адам қарын тоқ болғаннан кейін уже басқа нәрселерді ойлайды да ол.
бір жақсылық істесем екен, бір социальный бір проекттер істесем екен, бір халыққа пайда беретін, білім беретін нәрселер істесем екен, там бірдеңе салсам екен деген ой келеді да. Ал ол ой келу үшін бірінші очередь қарын тою керек. Қарын тоймаса сен айта алмайсың, ана кешке жақын үйіңе келіп столға тамақ қоймасаң, сен бала-шағаңа айта алмайсың, бала-шаға, бақыттың бәрі ақшада емес, сабыр етейік, шүкірлік етейік деп айта алмайсың оған ше. Түсініп тұрсың ма достар? Сондықтан көп халықта түсінуге болады, бизнес туралы хабар нөл, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Бізде базар жоқ, мектеп системасы әдемі, университет әдемі, бірақ ол жерде сендерге ешкім қалай ақша табу керектігін үйретпейді. Үйрететін бір мектеп бар ма, достар? Бизнесті үйрететін, қалай ақша табу керектігін үйрететін, қандай жолдары бар екен, оған қандай қасиеттер керек, қандай білім керек үйрететін нәрсе бар ма мектептерде? Жоқ дейді, бар дейді. Сола бар болса жазып жіберші, қай жерде бар ол? Сол жаққа жіберейін мен адамдардың барлығын. Бар дейді. Қай жерде бар енді? Барды мен бітірмесіндеші, не бар? Жоқ дейді. Мектепте үйрете ма, достар? Қалай ақша табу керек, қалай ақша дұрыс жұмсату керек? Сонда нәрсе бар ма, жоқ па? Достар, жоқ дейді. Азихан жоқ дейді. Гарвард университет, достар, біз Гарвардта жүрген жоқпыз ғой. Гарвардтың уровень мен Қазақстан уровеньсін салыстырмасындаршы, достар. Рисковать ету керек. Жоқ, рисковать етудің өзін мектепте үйрете ма, достар? Айтыңдаршы. Мектептің білімі ол определенный нәрсеге арналған да. Мектепте не істеу керек білесіңдер ма? Мектепте не болған керек сендерге? Жоқ, үйретпейді дейді. Үйретпейді да. Неге? Сендер көрдіңдер ма бір мектеп мұғалімінің бір, скажем, бір Гелендваген мініп жүрген, достар? Мектептің мұғалімдерін Гелендваген мініп жүрген көрдіңдер ма? Айтыңдаршы. Я дейді. Жарайды, Гелендваген мінбей-ақ қойсыншы. Не бар бір қымбат машиналардан? Бір 50-60 миллион теңгелік, 100 миллион теңгелік. Жоқ дейді, жоқ дейді. Жоқ дейді. Қараңдар енді, достар. Мектептің мұғалімі өзі бизнес жасамаған, тек қана білімді мектепте определенный сабақты үйретеді. Ол сабақтар сендерді ақша табуды үйретпейді. Бизнес жасауды үйретпейді. Рисковать етуді үйретпейді, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Ал ол нәрсе үйретілмегеннен кейін, сендерге қалай ақша табасыңдар деген әңгіме да? Сен барып бір кедей біреуге барып айтпайсың, братан, мені бизнеске үйретші, мен жағдайым болмай жүрсе, бір байып кетейші мен ше, деп айта аласыңдар ма сендер бір кедей біреуге барып? Айтыңдаршы. Мен курс сатпаймын, достар, менде тек қана бесплатно. Мен арқылы егерде осы жерде хотя бы бір адам бір бизнес бастап кетсе, бизнесті дұрыс жасалуын үйренсе, мен арқылы бір үлкен бір жетістікке жетсе, ол мен үшін қуаныш, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Менің мақсатым алдағы уақытта Қазақстанда байлар саны көбейсе екен деймін. Білімділер саны көбейсе екен деймін. Ана үйде құр жатып алып, ана темшіктер болады, үйту керек еді, бүйту керек еді, үлкен бір тема күтіп жататын ше. Жоқ, ананы істемеймін, мен нан істемеймін. Не қыламын мен оны, үйтіп абыройым шашып, 300 мың теңгелік айлықта істемеймін мен. 400 мың теңгелік айлықта ойып жүрем ба мен дейтін адамдар болады. Сондай адамдар саны азайса екен деймін да, достар. Түсіндіңдер ма? Сосын одан бөлек, достар, менің мақсатым сендер бір жетістікке жету үшін, сендердің өмірлерің өзгеру үшін, немесе бір қосымша бір тиын табу үшін бірінші очередь не өзгеру керек білесіңдер ма? Айтыңдаршы, достар. Не өзгеру керек? Сен қазір бұрынғы жартас, сол жартас болып жүрсің, достар, дұрыс па? Сендерде бірдеңе өзгермей жатқандықтан да өмірлерің өзгеріп жатқан жоқ. Ойың дейді, міне, Нұрлан дұрыс айтады. Мышлениең дейді, әне. Алтуха мышление дейді. Тағы кім айтады? Орта дейді, міне. Ойлау жүйесі дейді, міне. Тағы не өзгеру керек, достар? Өмірің сенің өзгеру үшін не істеу керек? Мышление дейді. Нұржан, молодец. Адамның ой дейді, принцесса, дұрыс айтады. Әдеті дейді, ол да молодец. Міне, мінезін дейді, ол да керек. Әрекет жаса дейді. Орта дейді, дұрыс. Тоқал не аласың? Ақша тапсайшы бірінші. Орта дейді, тамақ жеу дейді. Тамақ жеу, потом ол ойың дейді. Өзің өзгеруің керек дейді. Әдемі, дұрыс сөйлеу дейді, ол да керек. Өзіңді бағалы, ол да керек. Сол, в общем, достар, қараңдар.
сендердің миларың барлығы әптен кір суларға, дұрыс емес информацияларға, бірдеңелерге толып қалған. Ол миды менің жұмысын бүйтіп апшығып, таза суға жуып, білімділерге білімге бүйтіп сусындандырып, бір-екі приправа сусында жаңа білімділерді қосып, қайтып миларың орнына салып беру. Түсіндір ма? Өткені сен егерде жоқ о миллионер боламаймын, мен ақша табамаймын, оған таныс керек, оған көке керек, одан бөлек мен әкем мықты болу керек, оған пәленбай миллион ақша керек тірлік бастау үшін. Тағы не бар общем сонда мишне не бар ондай? Не дейді? Адам бірдеңе істегісі келмесе бір неше түрлі нелер табады ондай. Аты причиналар. Тағы не керек достар? Тірлік істемеу үшін соны айтыңдаршы қазір. Уалейкум ассалам бейбіт. Айтыңдаршы, тірлік істемеу үшін не керек? Сылтау керек. О, міне әдемі. Сылтау дейді. Өзіңді алдау дейді. Әдемі. Себеп керек дейді. Өзіңді дамытпау үшін не керек, чтобы сен дамымау үшін? Айтшы, не керек, чтобы дамытпау үшін өз-өзін? Жалқаулық дейді. О, әдемі, міне. Телефон керек дейді. Отмазка керек дейді. Әдемі. Тағы не керек? Ақша керек дейді. Тағы таныс керек десе, таныс керек, көке керек. Не бар тағы да? Қазақстанда туылмау керек деп қойса арасында. Қазақстанда үйтеді, бүйтеді, өкімет үйтен бүйтеді, анау кінәлі, мынау кінәлі, ауылда туылғанымен сол проблема болып жатыр дейтін. Қорқыныш дейді. Ұйқы дейді. Дос керек дейді. Жәке мәке керек дейді. Достар, мен оқытпаймын. Менің жұмысым тек қана осы эфирде 200-300 адамға білімді беру. Мен жеке бір курс ашып оқытуға уақыт жоқ, өйткені менде командамда 35 адам. Оларды басқару керек. Әрине қазір көбінесе бизнесте сәл болса да күнделікті істелетін жұмыстар бар. Кейбір басқаратын нәрселерді мен басшыларға бердім. Менің жұмысым тек қана стратегия, инвесторлармен сөйлесу, мықты адамдарды іздеу командаға. Мықты адамдар, олар менің компанияны и команданы көтеріп тастайды. Я, достар, қараңдар. Мен ой емес, достар, мен баймын ба, кедеймін ба, мен анау, ол сендерге не интересно, дұрыс па? Сендерге керек нәрсе қалай менің білімім, тәжірибем сендердің өмірлерін өзгерте алады. Дұрыс па, достар? Сол сендерге керек қой. Менің ақша тауып атқаным, менің үйтіп атқаным, бүйтіп атқаным сендерге керек емес. Дұрыс па? Мен мықтымын, мен миллионермін деп қойсайшы. Так, достар, көп адамдарда, орташа статистика бойынша да көп адамдарда 3 қасиет бар. 3 қасиет бірінен кейін бірі болатын нәрсе. Бірінші көп жалқаулық, достар. Жалқаулық болғандықтан сендер дамымайсыңдар, өспейсіңдер, тірлік істемейсіңдер. Жалқаулықтың артына не келеді? Жалқаулықтың кесірінен. Достар, жалқаулықтың себебінен не пайда болады? Айтыңдаршы. Менің мақсатым, достар, сендерге сұрақ қою арқылы сендердің миларың шайқау. Ана пәленбай жыл ұйықтап отқан милеріңді ояту. Анау андай болады кейбір кезде, ё-майо, ондайда бар ма не дей сияқты, солайда ақша табуға бола ма не? Сондайда жол бар ма не деген сияқты сендердің ойларыңды шайқау. Жалқаулықтан кейін не келеді, достар? Жалқау болсаңдар, жатсыңдар үйде, жалқаусыңдар. Анау керек емес, мынау керек емес, анау проблема, мынау проблема. Екінші не келеді жалқаулықтың артынан себеп ретінде? Айтыңдаршы, қорқыныш дейді. Қорқыныш ол потом. Жалқаулықтан кейін, достар, сылтау ол потом. Жалқаулықтан кейін әлсіздік келеді. Сен үйінде бір апта жатшы, сен уже жұмыс жасағың келмейді, сен уже. Өйткені әлсіз болып қаласың сен. Желание жоқ уже, жатасың, братан, энергия жетпей жатыр, желание жетпей жатыр дейді. Сосын қара, жалқаулықтың артынан әлсіздік, үшінші не болады? Осы екеу болған екен. Үшінші не болады, достар, білесіңдер ма? Еріншекті жалқаулық, масылдық дейді, күш жоқтық дейді. Ол жалқаулықтан кейін күш жоқ болады, ол әлсіздік пайда болады. Үшінші не болады? Өмірлерін өзгертуге кедергі болатын. Достар, тоқтап қалды ма, не қалды? Лайк басамыз, достар, ответті айтып отырамыз, активіміз көрсетіп отырамыз. Сенімсіздік дейді. Міне, Ерасыл, точно. Сенімсіздік жоқ болған кезде, сендер уже жалқаулық келді, жалқаулықтың артынан әлсіздік келді,
әлсіздіктің артынан сенімсіздік келді. Адам сенімсіз болғанда не болады білесіңдер ма? Қорқақ болады. Қорқып тұрады, бірдеңе істейін десем, үйтіп қалса ше, бүйтіп қалса ше, үйтіп қалсам ше, жүрмей қалса ше. Неврозда боласың одан кейін, ол ары қарай кете береді ол достар. Үш нәрсе ғой. Адамды іштенге істемеуге алып келетін, адамның өмірін құртатын үш нәрсе. Бірінші жалқаулық. Сосын андай нені қою керек достар, анау кезінде бастымызға сіңіп тастаған ғой, қазақтар жалқау, қазақтардың қолынан түк келмейді, үйтпейді, бүйтпейді, бәрі өтірік достар. Мен қаншама қазақтар көрдім, айырып атқан ше. Қазақстанға сыймай, шетелге кетіп қалып, шетелді айырып атқандар білем. Түсініп тұрсыңдар ма? Сосын андай тарихта да бізде кейбір кезде сіңдіріп тастаған, қазақтар тек қана мал баққан дейді да. Достар, қазақтар тек мал бақпаған. Қазақтар етікті, киімді кім тіккен? Қытайдан әкелмеген шығар анау нелерді. Қазақтардың ой өрнектерімен анаяқа дизайн жібермеген шығар Қытайға. Қытайлар тігіп берші деп. Қытайдың көтерілгеніне көп болған жоқ, қатты көтерілгеніне. Түсініп тұрсыңдар ма? Қытайлар вообще кедей болған, ашаршылықта болған ол жақта. Мен Қытайға жиі барамын ғой, білем. Одан кейін қару-жарақты қазақтарды кім шығарды? Оны Қытайға шығартпаған шығар, қару-жарақты. Түсініп тұрсыңдар ма? Одан кейін қар үйді кім жасады? Қолөнер. Одан кейін бізде не болды? Қараңдар. Жібек жол болды ғой кезінде қазақтарда. Үндістаннан, Қытайдан тауарлардың барлығы қаяқ арқылы өтті. Бүкіл тауарлар. Шығысқа, Европаға қарай, арабтарға қарай. Қалай өтті білесіңдер ма? Қазақстан арқылы өтті, дұрыс па? Енді қараңдар. Ол түйелерді жетектеп жүретін кімдер? Оны Қытайлар жетектеп жүреді дейсіңдер ма? Оны қазақтарға берген. Қазақтардың өзі қалай түйені жетектеп жүру, алып жүру, оның өзі өнер достар. Қазір мына жерде бәріміз отқанға алып 300 қойды берейікші, хотя 100 қой берейікші, бақ десе бағаласыңдар ма? 100 қойды. Достар, бағаласыңдар ма 100 қойды? Өлтіріп аламыз ғой. Айтпайсың ғой сен қойларға, братандар, суббота воскресенье мен демаламын. Короче, өздерің ана жерде шөп тұр, су тұр, өздерің дайындап тамақтарын жіберіңдер деп айта аласыңдар ма? Айтыңдар, айта аласыңдар ма? Маған қой керек дейді. Айтыңдаршы достар. Логистика болған, міне достар. Қазақтарда логистика болған. Логистиканы білген. Қазір енді қазекінде фур айдап отыр ғой уже. Атаба кәсіп деген сияқты алып Қытайдан алады да, Россияға жібереді, Европаға жібереді қазекіндер. Молодец, хотя бы жатпайды деймін да. Үйде жататын болса, менің мақсатым достар барлығынды бай қылу емес. Сосын андай нәрсені қойыңдаршы. Бәрі бай болатын болса, кім жұмыс жасайды, кім таксовать етеді, кім қара жұмыс жасайды, кім стройка жасайды деген қойыңдаршы деймін да. Анау үйде түк істемей жатқандар айтыңдаршы сол әңгімені деймін да. Шығып ананы жасашы, мынаны жасашы деп. Наоборот, бізде қазекіндер әлі андай біреу өсіп дамып жатса артқа тартамыз ше. Түсші, қақа кетіп барасың сен. Біз қаламай, ол андай ғой мысалы. Біз қаламаймыз оның өсіп баратқан. Түсініп тұрсыңдар ма? Біз сияқты жүре берші, көптің бірі бірдеңені кіріп болып. Не аласың жоғары жаққа барып, дамып кетіп, өмірің өзгеріп кетсе, вообще көре алмаймын ертеңмен. Анау не бір жерім ашып, көре алмаймын, ұйықтай алмай, жүрегім ауырады менің. Сен біз сияқты жүре берші деп, сразу негатив айтып тартамыз достар. Дұрыс па достар? Сондаймыз ба, сондай емеспіз ба? Айтыңдаршы. Қазір ішіндегі біреу тұрып айтсыншы таныстарына, мен шаршадым ба өмірден. Мен қазір мықты бір блогер болам, болмаса мықты мен бизнесті оқимын, сонымен бизнесіме кетем десінде не дейді достарың? Айтыңдаршы. Братан, молодец, ішіміздегі тәуір сен болдың ғой, шықшы жоғары қарай, сен дамытшы, сен өсші, сен ақша тапшы деп айта ма? Айтыңдаршы. Айта ма сөйтіп? Қойей дейді, міне, Ерасыл, қойей дейді, айтпайды дейді. Не деп айтады? Қандай сөздер айтады? Айтыңдаршы. Айна бар ма үйіңде дейді. Айна бар, бірақ уақыт жоқ достар. Оқып миллион қарза кірдік дейді. Дұрыс оқымағансың ғой. Қойшы дейді. Дұрыс айтады, қойшы дейді. Қолынан келмейді сен дейді. Қумаш дейді. Міне қумаш дейді. Сенен шықпайды түкте дейді. Дұрыс па? Бірлік керек дейді. Так, достар, қараңдар. Сендерге бір өте маңызды нәрсе айтайын. Мүмкін бұл біздің қазекіндердің қанында бар ма, білмеймін. Енді түсінуге болады, кезінде бізде қой көп болды. Бізде андай өзбектер сияқты, басқа ұлттар сияқты бізде отырықшы болған жоқпыз.
біз сыймайтынбыз. Әр мезгілде аняқа кетеміз, няқа кетеміз, ағайындар көп туылады, сосын бізде қанымызда бар ондай ақша жинау деген жоқ. Бірақ бізде жомарттылық деген бар еді да, бірақ қазір ол да азайып бара жатыр. Қазекіндер андай еді да, мал көп болғандықтан беріп жіберетін. Анан беріп жіберетін, анан беріп жіберетін, қонақ келсе қойын сойып күтіп алатын, үйтетін, бүйтетін, ақша туралы ойламайтын. Дұрыс па? Соның кейбір нәрселері біз дұрыс пайдаланбай жатырмыз да. Сондықтан достар, бізге бірігіп жұмыс жасау керек. Біздегілер бизнес бастаса, немесе бизнес бастап жүрсе не дейді білесіңдер ма? Бәрін конкурент көреді. Барлығын бір жау көреді. Келісесіңдер ма? Айтпайды оны, білген нәрсесін ше, бөліспейді ол. Дұрыс па, дұрыс емес па, достар? Жазыңдаршы. Бөлісе ма, бөліспей ма? Айта ма, айтпай ма? Айтыңдаршы, достар. Адам айта ма, айтпай ма? Мысалы, біреу бір бизнес жасап жатыр. Бөлісе ма, бөліспей ма халықпен? Бөліспейді. Тиынын бөлісе ма? Тиын да бөліспейді. Оның орнына не айтады ол? Айтыңдаршы. Не айтады? Бір бизнесмен таныстарын барса не айтады? Айтпайды дейді. Бөліспейді дейді. Бірақ бірден айтады ол, дұрыс па, достар? Не айтады ол? Ақырындап дейді. Міне, ақырындап дейді. Болмай жатыр дейді. Дұрыс па? Сылтау көп. Тірлік жүрмей жатыр дейді. Айта ма сол нәрсені? Бастамақ қой дейді. Әне. Қиын дейді. Міне. Қиын дейді. Келіспейді. Ақырындап дейді. Болмай жатыр деген сөз айта ма? Братан, жетпей жатыр деп айтады, Айта ма, айтпай ма дейді, достар. Түсіндіңдер ма? Оның өзі дұрыс емес та, достар. Тасташ дейді. Ақшаң жоқ дейді. Ақша жетпейді дейді, міне. Сондай да, наоборот, достар, бөлісу керек. Сосын енді мен Аллаға шүкір шетелдерде оқыдым, шетелге көп шығам, ары бері жүрем, шетелдіктерден білім алам, өзім 3 тілді білем. Ана тілім ол общение печеньеге жақсы, орыс тілі мен ағылшын тілі таза бизнеске пайдаланам. Біздің қазекіндерде кезінде көп тіл білген, достар. Көп тіл білген сайын өмірің жеңілдейді. Сосын любой ұлтқа бар, соның тілін сөйлеген кезде сені свой деп қарсы алады. Тіл білген көп нәрсені шешеді. Білім алуға да, сауда жасауға да. Қазір Аллаға шүкір ағылшын тілі мен орыс тілін жақсы білем. Саудаға пайдаланам, кәсіпке пайдаланам. Қытайға тур жасамаймын, достар. Қытай тілін білмеймін. Бірақ кейбір кезде ананы нәрсені мидан алып тастаңдар, достар. Мен қазір қытайша білмей жүрмін, қытайша білсем байып кететінен деген әңгімені алып тастаңдар, достар. Братан, қытай тілі жетпей тұр маған, бір күшті бір байып кетуіме деген әңгімені алып тастаңдар, достар. Сендердің бай болуыңа, бір жетістікке жетуіңе, бір тірлік істеуіңе әкеп қытай тіліне тіреп қоймаңдар, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Бірақ не маңызды бұл жерде? Мысалы, скажем, мен қытай тілін білмеймін. Бірақ мен бір адамды алып алам, қытай тілін білетін. Бірақ ол адамда бір қасиет болу керек, достар. Қандай қасиет болу керек деп ойлайсыңдар? Айтыңдаршы. Мен Қытай қазағымен соқта постоянно олын алам, сонымен жүремін мен. Қандай совет бересің халыққа дейді. Қазір айтам, достар. Пысық болу керек дейді. Жоқ, ол пысықтығын шешпейді, шынайылық дейді. Жоқ, ол да болмайды. Адал, таныс дейді. Жоқ, біз танымайтын зауыттарға барамыз ғой. Алдамайтын қасиет дейді. Жоқ, ол да емес. Потенциал дейді. Жоқ дейді. Жоқ, потенциал дейді. Жоқ. Қытайша білу керек дейді. Жоқ, ол жеткіліксіз. Алдамау керек. Жоқ, ол да емес. Ол потом ол. Пысық дейді. Жоқ, достар. Ақша болу керек. Жоқ. Есеп дейді. Жоқ. Білім керек дейді. Жоқ. Достар, қараңдар. Біреумен нормальный тірлік шешу үшін біз оны алып аламыз, зауыттарға барамыз. И оның бір қасиеті бар, ол коммуникацияға мықты. Ол білет адаммен қалай сөйлесу керек екенін, ол ана түріне қарап оқып тұрады. Қазір не айтсам, не жауап береді деп. Ол тұрады да әңгімен жібереді ол қытайлармен. Біз қарап, мен ол білетін, біз не істейміз? Әңгімен жібереді, күлдіртеді, общение ұстайды, не есту керек екенін айтады. Сөйтіп кеп уже жайлап тірлікке көшеміз да. Коммуникация өте маңызды, достар. Коммуникация жоқ болатын болсаң, онда сылтау іздемей, коммуникацияға қатысты кітаптар оқу керек. Психолог болу керек. Міне, достар. Егер сен адамдармен жақсы қарым-қатынас істей алатын болсаң, сен бизнесті ұрасың.
Бұл өте маңызды бизнесте. Чимгенский болу керек. Міне, Чимгенский болу керек, достар. Егер де сен Чимгенскийлардың өзі саған қарап, мына Чимгенский ғой дейтін болатын деп айтатын болса, біттің сен, брат. Сен вообще қатырасың ол кезде. Ұшасың аспанға қарай. Түсіндіңдер ма? Сендерді Чимгенскийлардың өзі көріп айту керек қой, мынау Чимгенский ғой деп ше. Түсіндіңдер ма? Оған общение печеньеға жатып алу керексің ғой, тілге. Андай емес, оның алдына барам ба, мен үйтіп оның алдына бар, өз-өзім түсірмеймін, оған мен бірдеңе деп ұсынам ба не, үйткенше керек емес, қоя береш деген приколдар бар еді ғой. Қоя салы деген сияқты, ондай болмау керек, достар. Так, енді қараңдар, достар, жарайды. Кез келген бір техниканы сен сатып алған кезде, сонымен бірге бір қағаз келеді, андай кітапша. Дұрыс па? Ол кітапша не кітапша, достар? Айтыңдаршы, не кітапша ол? Сен бір үлкен бір техника сатып алдың. Сол кітапшамен бірге, сол техникамен кітапша келеді. Инструкция. Міне, достар, инструкция. Не үшін инструкция беріледі, достар? Айтыңдаршы, не үшін инструкция беріледі? Не үшін? Дұрыс, әсем, инструкция, Азихан, сипаттамасы дейді. Айтыңдаршы, не үшін инструкция беріледі? Қалай қолдану керектігі үшін дейді. Инструкция болмаса не болады, достар? Айтыңдаршы. Дұрыс қолдану үшін дейді. Инструкция болса не болады? Сен, скажем, 10 миллионға бір техника сатып алдың. Айтыңдаршы. Бұзып алмау үшін дейді. Міне, Айко, бұзып алмау үшін. Дұрыс па? Енді қараңдар. Бизнес деген сендерге бір болмайтын бірдеңе емес, достар. Бизнесті сәтті істеу үшін, банкрот болмау үшін, дұрыс ақша табу үшін, депрессияға түспеу үшін, мамаламау үшін инструкция болады бизнесте. Әр деңгейге әртүрлі инструкция. Қадамдар болады. Так, бірінші мынаны істейсің, екінші мынаны істейсің, үшінші мынаны істейсің деген болады. Дұрыс па, достар? Дұрыс па? Чимгенский болу үшін не істеу керек дейді. Тәрбиелесің өз-өзің, қасиеттерді өзіңе сіңдіресің, туылу керек дейді. Жоқ, туылмай-ақ болуға болады Чимгенский. Фура дейді. Түсініп тұрсың, достар? Енді қараңдар. Кез келген істі, немесе кез келген саланы, немесе бизнесті бастама жатып, бірінші білім керек, достар. Білім. Білім дегенде көрінген білім емес, ана химия, биология, географиямен шатастырмаңдар. Мектептегі білімді алып тастаңдар, не қары. Анда айтпаңдар, братан, мен мектепті алтын белгіге бітіргенмен ше, мен 5 пен оқимын, мен Ливониясын айрам деп айттың ба? Не болады ол кезде, білесіңдер ма? Не болады, достар? Айтыңдаршы. Братан, мен 5 пен оқимын ғой, мен ана тарихты, математиканы, физиканы мен ішіп тастағам деп айтсаң, не болады бизнес бастаған кезде? Көмектесем ол сендерге? Достар? Көт болады. Нұра, өтсен құлдырайсың дейді. Жоқ дейді. Көмектеспейді, достар. Сенің мектепте оқыған сабақтар мүлдем көмектеспейді бизнеске. Бизнестің білімі бөлек ол. Түсініп тұрсыңдар ма? Ана мектептегі білімді алып бизнеске самаңдар. Өтпейді ол, жүрмейді ол. Нарық деген аямайды, бизнес деген аямайды. Бір жеріңді айырып жібереді. Татау айырылған кезде депрессияға түсіп, үйде жатып қаласың. Тұра алмай қаласың. Сосын отырасың, әркімді кінәлап, анау кінәлі, мынау кінәлі, ана братан бір дұрыс айтпады, анау көмектесіп жібермеді, анау келіп басымнан сипамады, мынау маған бірдеңе демеді деп отырасыңдар, түсіндіңдер ма? Сондықтан менің мақсатым бизнес бастаған кезде қазекеңді дұрыс бастаса екен, жолын білсе екен, қандай қиындықтар болатынын білсе екен деймін да. Түсініп тұрсыңдар ма? Сондықтан андай нәрсе бар тағы да, достар. Бизнес тең сабырлық деп айтамын мен. Сабырлық кімде бар? Жазыңдаршы, сабырлық барлар. Менде бар деп жазыңдаршы. Менде деп, хотя сабырлық бар ма? Кімде бар? Примерно білейін, мен аудиториям қанша адам сабырлығы бар, жоқ екен. Айтыңдаршы, достар. Я, достар, мен кәсіпкердемін. Неде бар? Профиліме кірсіңдер, көресіңдер. Менде дейді, бар дейді. Менде дейді. Сабырлық бар ма? Бар ма? Кімде бар? Бар болса бар да, жоқ болса жоқ деңдерші. Сабыр жоқ дейді. Ей, міне таза қазақ, міне бар дейді, жоқ дейді. Баян сұлу жоқ дейді. Жоқ дейді. Бар деп, менде жоқ, тез баю керек дейді. Әне. Сайда жоқ дейді. Аздап бар дейді.
тігінші бар дейді, ержо жоқ дейді, 90% бар дейді, орташа дейді. Достар, кітап дайындап жатырмын мен, неше түрлі темаға кітап дайындап жатырмын, Алла қаласа болады. Уақыт жоқ дейді. Сабыр түгіл киімін жинап кеткен дейді. Уақыт жоқ дейді. Достар, қазекеңдер, сабыр жоқ. Сабырлықтың өзін тәрбиелеу керек. Оның өзі сабырлық сатып алатын нәрсе емес, достар. Оны дамытасың, жұмыс жасайсың, уақыт керек. Енді қараңдар, бизнес тең сабырлық. Не үшін мен тең сабырлық деп айтам, білесіңдер ма, достар? Бизнесте сабырлық жоқ болса не болады, білесіңдер ма? Айтыңдаршы. Бизнесте сабырлық жоқ болса не болады? Бизнес тең емес сабырлық болса не болады? Қазір айтам, достар. Қора болады дейді. Пипец болады дейді. Банкрот болады. Міне, достар. Сендерде нәрсе бастарына мынандай да, достар. Сендерде бұрыннан бері милеріңе сіңіп қалған негатив, дұрыс емес пікірлер, дұрыс емес сенің барлығын алып тастағым келеді мен. Мен сендерге реальный картинканы ашып көрсеткім келеді. Қазір мен сендерге, достар, мен күшті болып жатырмын, мен ананы сатып алдым, мынаны сатып алдым деп мен тек қана жақсы жағын көрсететін болсаңдар, сендер ойлайсыңдар, ё-майо, бизнес жасаған бәрі ұрып жатыр екен ғой дейсіңдер да, барасыңдар, ашасыңдар, қадаласыңдар, мамалайсыңдар, сосын отырасыңдар. Ё-майо, бұл туралы ешкім айтпады ғой деп. Ешқашан бизнесі жүрмей қалған 95% адам айтпайды. Халқым, менің бизнесім жүрмей қалды, мен қораға кірдім, мен тірлігім жүрмеді деп ешкім айтпайды. Ол мақтанатын нәрсе емес та, өйткені. Түсініп тұрсыңдар ма? Ол нәрсе сендер картинканы көрмегенсіңдер, сендер ойлайсыңдар, мә, бизнес 100 адам істесе 100% бәрі күшті болып кетеді екен деп ойламаңдар. Мен қораға кірдім дейді. Уже кіріпсіңдер ғой. Мен де қораға кіргем, достар, білімсіздіктің арқасынан. Бір жылда 24 миллион жоғалттым, бір жылда 20 миллион жоғалттым, бір жылдары 50 миллион жоғалттым. Сондықтан менің мақсатым, бірақ мен психологически дайын болдым, достар. Бірақ ана нәрсе бәрін білмейтін мен ше. Сабырлық дегенді, білім алу керек дегенді, есеп жүргізу керек дегенді, көп қопшым. Оның бәрін білмегендіктен шайған мен ше. Бірақ мен психологически дайын болдым. Жүрекке менің ақшаларым кірмейді деген. Егер ақша сенің жүрегіңе кіретін болса, бітті, достар. Тынасың. Сенің настроениең американский горка болады. Ақша тапсаң, деп қуанасың да, ақша таппасаң құлайсың. Ақша тапсаң қуанасың, ақша таппасаң құлайсың. Ол зиян денсаулыққа. Постоянно эмоциональный качели болып отыру, ол денсаулыққа зиян. Түсініп тұрсың ма, достар? Бизнесте сабырлық керек. Өйткені, егер мен саған айтсам да, мен саған бір бизнес теманы айтам, сен істейсің, бірақ бір жылдай, 2 жылдай сен күніге 10-12 сағат жұмыс жасау керексің. Суббота, воскресенье дегенді ұмыт. Ана өмірде баланс тайм, жаңағыдай семьяға уақыт бөлем, мынаған уақыт бөлем, мен ананы істеймін, бүйтем десең, болмайды ол. Сен байсың ба дейді. Достар, бай дегеннің өзі салыстырмалы нәрсе да. Мен өзімдікін потолокпын деп жүрсем, ол біреудің полы. Түсініп тұрсың ма, достар? Мен қазір ойлауым мүмкін, мен қырып жатырмын, үйтіп жатырмын, мен сияқты ешкім істеп жатқан жоқ та, мен өзім потологым қойып алсам, ол біреудің полы. Түсіндіңдер ма? Келісесіңдер ма, келіспейсіңдер ма? Біреудің полы дегенге. Айтшы. Дұрыс па, достар? Менің потологым біреудің полы. Келісесіңдер ма? Я дейді. Ероха я дейді. Осо дұрыс дейді. Келісем дейді. Возможно дейді. Я Саида я дейді. Я дейді. Лайк, достар, тоқтамай лайкты басып отырайық, достар. 10 мыңға жеткізіп жіберейік. Енді қараңдар, достар. Сен, когда біздің қазекеңдерде бар енді, сәл ақша бітсе, біздің қазекеңдер не істейді білесіңдер ма? Сәл ақша бітсе ше? Сәл ақша бітсе қазекеңдер не істейді? Айт, жазыңдаршы. Сәл бір тема істеп, бір Аллахтағы бір ақша беріп жатса не істейді ол? Ішеді дейді. Үй соғады, менсінбейді дейді, қыдырады дейді, қатын алады дейді, тоқал алады дейді. Тоқал алатындар қазір қалды ол. Қатын алады дейді. Қатын алса жақсы, қатын алмайды осы. Тәкаппар болды. Міне, Нұра. Үкімет жамандайды дейді. Кайфуша дейді. Байсың ба дейді. Той жасайды дейді. Машина алады дейді. Ол айналайын ғой, машина алса жақсы, той жасаса жақсы ғой.
араласпайды дейді. Ерасыл міне. Той жасаса айналайын ғой, той жасаса. Кайфқа кетеді дейді. Білген істейді. Міне, берік. Көт болады дейді. Міне, егемен ақыл айта бастайды дейді. Ақтөс ішіп кетеді дейді. Міне, көрдіңдер ма достар? Қараңдар енді. Мен сендердің миларыңа айтқым келеді да, достар. Әр кезеңнің этаптары болады деп айтқым келеді, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Менің мақсатым қазір сендерге ертең күн ақша бітіп, бір жақсы тірліктер істеген екен, сендер қуып кетпесе екен деймін да. Қуып, лағып, ішіп, аяғында отырасыңдар осың. Ақша да жоқ, денсаулық та жоқ, абырой да жоқ, тәкаппарлық, әркімге жексірінсің. Сондай болып отқан қаламаймын да. Сондықтан бұл жерде де білу керексіңдер. Ақшаны не үшін тауып жатсыңдар, және қайда жұмсау керек, қалай тауып жатсыңдар. Бұл нәрселерде өте маңызды, достар. Өзің не бітірдің дейді. Анау достар, мен профиліме кірсіңдер, көп нәрсе көресіңдер. Мен кішігірім өзім туралы айтып жүрейін. Дарын мектебінде оқығам, азынан кешке шейін. Бітірген екен Алматыда Казгуге түскен, физика факультетінде. Ояқта да оқығам. Оны бітіріп Ирландияға докторантураға түскем. 4,5 жыл оқығам. Универде мен 8,5 жыл оқығам. В общем, оны бітіріп келіп, Назарбаев университетінде мұғалім болып жұмыс жасадым. Ол аралықта мен неше түрлі бизнестер жасадым. Одан бөлек ғылыммен айналыстым. Үлкен проекттерді алдым. Командамен жұмыс жасаттым. Қаншама стресстен өттім. Қаншама өмірден таяқ жедім. В общем, небір стресстерден өтіп, сол бар білгенімді мен сендерге үйретсем деймін да. Дарын мектеп Түркістандағы. Біз мектепті бітірген кезде біздің Дарын мектебі Қазақстан бойынша бірінші орын алды, именно УБТ-дан. УБТ бойынша Қазақстан бойынша бірінші орын алды. В общем, оны қоя берші, достар. Менің мықты оқығаным, менің көп нәрсе білгенім қатты маңызды емес. Маңыздысы мен қалай сендерге пайда боламын, достар. Дұрыс па, достар? Келісесіңдер ма? Мен тұрбап өзім туралы мақтай берсем, өзім туралы айта берсем, кімге керек ол? 2006-та бітіргем, Алтуха. 2006-та Дарын бітіргем. 88 мың. 88 мың. Айтыңдаршы, достар, сендерге не керек менен? Жазыңдаршы. Мен аудиториям білу керекпін да, аудиторияма не керек жалпы менен? Өткен мен сендердің болдарыңды білсем, соған қарай мен уже сендерге бір шешім алып келем да. Қазір Алматыдамын, достар. Мен жүрмеген қалам жоқ, тұрмаған қалам жоқ. Білім дейді, ақша дейді. Бизнес қалай бастау дейді. Міне, финансы грамотность, ақша братки дейді. С тобой все понятно дейді. Қошты сұрақ бар дейді. Совет на миллион дейді. Қандай кітап оқуға болады дейді. Финансы грамотность, бизнес ақыл білім дейді. Міне, достар, сендерге керек нәрсе сол ғана. Дұрыс па? Мен ана жерде мен куртоймын ба, куртой емес, керек емес ол сендерге. Одан сендерге ешқандай пайда жоқ. Сендерге ең бастысы білім беру, жол көрсету, үйрету. Тегін бұның барлығы, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Мен сендерге жаңағыдай курс сатпаймын да. Сендермен отырып разбор жасап отыруға уақытым жоқ. Сендерді ары бері Қытайға апаруға уақытым жоқ. Сендердің ақшаларың да керек емес. Так, енді, достар, вообще бизнес бастамаған адамдар болса, бірінші очередь мен 3 кітапты кеңес беретінім оқуға. Чтобы ақша туралы түсіну керексіңдер. Ақша қалай жұмыс жасайды, ақшаны қалай жұмыс жасату керек, ақшаны қайда жұмсау керек, ақша қалай ақша табады, ақша табады дейді ғой. Қалай жолдары бар, сол нәрсені үйрететін кітаптар бар. Ол кітаптар «Богатый папа, бедный папа», қазақшасы да бар оның. Екіншісі «Думай и богатей». Үшіншісі «Самый богатый человек в Вавилоне». Осылар бестселлер дейді, ағылшынша айтқанда көп сатылым болған кітаптар. Соларды оқу керек. Енді қараңдар, достар, тағы бірден айтайын сендерге. Егер де бір үлкен бір жетістікке жеткілерің келсе, ұйықтап атып, пақ еткізіп оянып жеткізбейсіңдер оған. Түсініп тұрсың ба, достар? Жетістік деген ұйықтап атып, азан тұрған кезде жетістік кеп фук еткізіп қалтаңа или қолыңа сатып кететін нәрсе емес. Жетістікке жету үшін көп әрекет керек. Білім керек. Одан бөлек қаншама сәтсіздіктерге ұшырау керексің сен. Сол сәтсіздіктерді сабақ алу керексің. Жетістік деген
көптеген сәтсіздіктен тұратын нәрсе, достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Ойламаңдар, мен қазір братан білмеймін, бір күтіп жүрмін, мен үйде жатырмын, бірақ ештеңе істемегеніме 1 жыл болды. Бір өмірім күшті өзгеріп кеткен, күтіп жатырмын десең, сөйтіп до конца жатасың. Түсініп тұрсыңдар, достар? Сосын анда ойламаңдар, үйту керек, бүйту керек. Сендер дайын болу керексіңдер. Қараңдар, достар. Саған үлкен возможность келеді. Бірақ сол возможность келген кезде сен оны ұстап қалатындай білімің болу керек, опытың болу керек. Сол темада жүру керексіңдер. Түсіндіңдер ма? Кәсіп деген былай, графика бойынша көрсететін болсам, бүйтіп ештеңе болмай, ештеңе болмайды, жайла бірдеңе бола бастайды. Жайла бірдеңе бола бастайды, көтеріле бастайды. Жайла бірдеңе бола бастайды, сосын бір уақыт келген кезде бүйтіп ұшасыңдар. Түсіндіңдер ма, достар? Бірақ мына ұшқанға шейін сендер әрекет болу керек, достар. Жатып алып бір бақ қашан мен басыма кеп қонады екен десеңдер, қонбайды ол, достар. Бақ деген ол достойный адамдарға берілетін нәрсе. Жетістік, спорттағы жетістік, бизнестегі жетістік, бір мамандықтағы жетістік, ол соған достойный болған адамдарға беріледі, достар. Оған қалай достойный боламыз, айтыңдаршы. Тағдыр ше дейді. Достар, тағдырыңа не жазылған білу үшін әрекет қылу керек қой, достар. Үйде жатып алып, менің тағдырыма кедейлік жазылыпты десең, дұрыс па сол, достар? Достойный дейді. Сабыр, білім, дисциплина. Міне, сабыр, білім, дисциплина, сосын 4-ші көтере алу, потом ол байлық берген екен, ары қарай ол бөлек әңгіме ол. Ишак болып жұмыс жасау, достар. Сен соншалықты жұмыс жасау керексің, маған бақ неге қонбай жатыр деп айтпау керексің да. Үйленгенмін, 6 бала шағам бар, достар. Қазір мен семейный туралы әңгіме еститін болсыңдар, анда шок боласыңдар, бір не бар ғой, кино бар ғой. Біреу жаңағыдай бір адам тұтқынға ұстап алады да, қинап атады ғой. Сөйтіп одан сұрайды ғой. Анау айтады: достар, мен сендер қинағандарың маған батпайды, өйткені мен 2 рет үйленгенмін дейді да. Сондықтан семейный нәрсені көрген адамдар көп нәрседен өтеді, ше. Оны толтырып айтпай қой, ол жеке бір VIP адамдарға айтылатын әңгіме ол. Ол көпшілік айтатын әңгіме емес. Сондықтан, в общем, достар, айтқым келетіні, сендер нереально жұмыс жасау керексіңдер. Күніге 10 сағат, 12 сағат, бірақ сабыр болу керек, достар. Ипотека үй алу дұрыс па дейді. Мен алмаймын, достар, өзім. Ипотекаға неге алмаймын? Қарызға болса алуға болады. Ипотекаға, кредитке алмаймын үйді. Мен VIP емеспін дейді. Достар, ол определенный адамға айтылады, өйтіп көп нәрсе айтыла беруге болмайды. Өйткені мен сендерге кейбір білімді бермеймін, ол білімді берсем, сендер ол білімді қолдана алмай қуып кетесіңдер. Түсініп тұрсыңдар ма? Кейбір нәрсені айтуға болмайды, кейбір нәрсені, өйткені аудиториям бөлек та. Сендерге 1-ші класстың сабағын өту керекпін, бірақ сендер әкеп 11-ші класстың немесе университеттің сабағын беретін болсам, сендер түсінбей қаласыңдар ғой. Тоқтаусыз еңбек дейді. Бека, тоқтаусыз еңбек ету керексің. Суббота воскресенье ұмыт, достар. Суббота воскресенье ұмытасың. Анау аптаның қай күні екенін ұмытасың. Азаннан кешке шейін пахат етесің. Жұмыс жасайсың. Неше түрлі нәрсені істеп көресің. Түсініп тұрсыңдар ма? Жұмыс деген сайын жетпей жатыр, сендер жұмысты дұрыс істемей жатсыңдар, достар. Жұмыста андай болмау керексіңдер. Жұмыс істейтін кезде қарайсыңдар, достар. Ол жұмыста өсу бар ма, маған жоқ па? Әйгерім, денсаулық туралы айтамын қазір. Так, достар. Любой бизнесмендер алып қарасаңдар, олар 2 нәрсені тастамайды. Не нәрсе? Айтыңдаршы. Любой мықты бизнесмендер алып қарасаңдар, 2 нәрсені өлгенше тастамайды. Не ол 2 нәрсе? Айтыңдаршы, достар. Айтыңдар. Спорт дейді, біреуін табыл, молодец, спорт дейді. КММ спорт дейді. Әде бол, жоқ, әде бол. Білім спорт дейді. Міне. Достар, любой мықты бизнесмендер қарасында 2 нәрсені тастамайды. Спорт, екіншісі білім алу.
Сабырлықты сен білім алмайсың ғой, сабырлықты өзің тәрбиелейсің оған. Махаббат дейді. Спортпен достар білім алу тоқтамайды. Егер сен спорт тастап қойып тек білім алатын болса, немесе білім алып білім тастап қойып спорт алатын болсаңдар, ұзаққа бармайсыңдар достар. Түсіндір ма? Нарық именно бизнесте өте қатал, аямайды. Постоянно білім алмасаң, постоянно денсаулығын ұстап отпасаң, жаныңды шығарып жібереді бизнес деген. Аямайды ол жер. Спорт және білім дейді. Садақа беру ол обязательно достар. Ол садақа деген ол талқылайтын нәрсе емес ол. Менде бар достар, спортты бастадым мен. Спортты істемесем, ертең мен базар жоқ, алаң қалуымен пәленбай ақша табуым мүмкін, бірақ мен аурушаң болсам, ана жерім ауыра бастайды, мына жерім ауыра бастайды. Өзі 40-тан асқан екен аурулар көбейеді адамдарда. Спортпен айналыспайтындарда. Сосын барып отырам мен, анаған барып, мынаған барып, депрессия болып, денсаулығың каждый раз сыр бере берсе, настроением түседі ғой. Анау дейді, мынау дейді, сосын ойланам да, не үшін ақша таптым мен деймін да. Тапқан ақшам бәрін денсаулығыма құрту үшін таптым ба деген әңгіме болады да. Сондықтан достар, спорт маңызды. Сосын андайды қойыңдар достар. Қазір мен ақша тауып алайыншы, сосын спортпен айналысам деген қойыңдар. Үйдетін болсыңдар, спортпен айналыспай өтіп кетесіңдер. Түсіндір ма? Спорт не үшін керек достар? Спорт не үшін керек бизнесте? Айтыңдаршы. Спорт не үшін керек бизнесте? Венера энергия дейді. Міне. КМС бар ма бауырым дейді. КМС жоқ менде. Энергия дейді. Энергияны көтеру үшін дейді. Әне. КММ энергия алу үшін дейді. Міне. Денсаулық үшін шығар дейді. Жоқ. Спорт құр денсаулық үшін емес ол. Шыдам төзімді болу дейді. Міне энергия бөлу үшін дейді. Әне. Достар, бизнесте сен тоқтамай жұмыс жасау үшін, керемет идеялар келу үшін, стресстен шығу үшін, тестостерон көтеру үшін спорт керек. Спорт болмаса бүйтіп жүресің, бүйтіп ана бишара ұқсап, бизнесті қатырмайсың, спортты қатырмайсың. Не рыба, не мясо боласыңдар. Түсіндір ма достар? Сондықтан андайды күтпеңдер, мен бизнесмен болсам, ақша күшті тапсам, садақа бере бастаймын. Спортпен айналыса бастаймын. Адамдарға көмектесе бастаймын. Үйте бастаймын, бүйте бастаймын деген әңгімен қойыңдар. Ол нәрсеге жетпей жатып, қазірден бастап істеу керексіңдер достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Ол нәрсені қазірден бастап істемесінде ертең бизнеске кірген кезде уақыттарың болмай кетеді. Түсіндіңдер ма достар? Қой достар, осымен бітірейік. Примерно 50 минуттай болыпты. Осы сабақ именно YouTube-қа шығарам. Кейінірек каналмен бөлсем, эфирге кіре алмағандардың барлығы YouTube каналға тіркелсін, қарасын, пайда алсын. Егер де мен хотя бы осы жерде отқан бір адамға пайдалы болсам, ол мен үшін қуаныш достар. Түсініп тұрсыңдар ма? Қазақстанда байлар саны көбейетін болса, ол кезде әдемі. Біз мысалы тұрып айтпаймыз ғой. Неге Дубайда байлар көп деп кім айтты, біреу айта ма? Неге Сингапурда миллионер көп деп айтасыңдар ма сендер? Айтыңдаршы достар. Неге Америкада миллиардерлер көп деп айтасыңдар ма? Бар ма осы жер сөйтіп айтатындар? Айтыңдаршы. Айтатындар бар ма? Неге миллионерлер көп Қазақстанда? Шаршат дейді миллионерлер. Миллиардерлер шаршат деп айтатындар бар ма? Айтыңдаршы. Онда кімдер айтатындар білесіңдер ғой? Неге миллионерлер көбейіп жатыр? Әркім миллионер бола беру керек па не? Деп айтатындар білесіңдер кім екен? Жоқ дейді. Достар, Қазақстанда байлар саны көбейсе әдемі, ол елге пайдалы, ол туысқандарына пайдалы, халыққа пайдалы, ол бөліседі, көрсетеді, үйретеді. Или Африка сияқты болып, кедей болып жүрген жақсы ма бізге? Нанға әрең ақша тауып. Келесі сабақ ертең достар. Ертең иншалла, бүгін итақта 2 рет өткіздім сабақты. Кітаптар, менің профиліме кіріңдер достар, профиліме кірсіңдер, көресіңдер мен неме айналысып отқан. Мен воздухан емеспін. Құр инфобизнес сатып, байып жүрген. Маған киндер ақшалар керек емес. Аллаға шүкір, менің фокусым бәрі бизнесте. Бизнесін дамытып, өсіріп, сөйтіп істегім келеді мен. Түсіндіңдер ме достар? Сендердің бір тиындарың да керек емес, іштен керек емес, мақтағандарың да керек емес достар. Сендердің мақтағандарың да
мені жамандағанды маған ешқандай әсер етпейді достар. Ол керек те емес. Мен андай емеспін, біреумен мақтаса вау деп жұмыс істеп кететін, біреумен жамандаса бүйтіп анау негатив айтты, мынау негатив айтты дейтін адам емеспін. Маған бәрібір ше достар. Мен үлкен мақсат қойғам, сол үлкен мақсатқа жету үшін әрекет жасап жатырмын. Сосын бірдеңені айтайын достар, бұны ешкім айта бермейді. Үлкен мақсат тең не білесіңдер ме достар? Үлкен мақсат тең айтыңдаршы. Үлкен мақсат тең не? Байыса қазаған байызды. Міне, алтуға. Үлкен мақсат тең не? Жоқ, коуч емеспін достар. Мен үйретпеймін ешкімге. Тек қана осында 300-200 адам болса ғана үйретем болды. Бір-екі адамға үйретпеймін мен. Жетістік дейді. Әдемі. Табыс дейді. Міне. Құр табыс емес, құр жетістік емес. Үлкен мақсат тең үлкен ақша. Үлкен ақша тең үлкен жетістік. Үлкен энергия. Сондай. Сондықтан мақсаттарына кішкене мақсат қоймаңдаршы. Бүйтіп көрінбейтін мақсаттар болады. Бүйтіп қарайсың, таппайсың ше. Іздеп жүретін мақсаттар қоймаңдаршы. Қойған соң үлкен мақсат қойыңдар. Жазыңдар. Не істегім келеді 20 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, мен өзімді 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін қалай көргім келеді. Кішкентай мақсат жасасыңдар, түк қатырмайсыңдар. Оған жететін энергия да болмайды, оған жететін оған лайықты ақша да таппайсыңдар, сондай болады. Түсіндіңдер ме достар? Все достар, осымен бітірейік. Айтатын әңгіме әлі көп, жайлап айтамыз. Сондықтан всегда каналыммен бөлісіңдер. Адамдар қосылсын эфирге, пайда алсын, сабақ алсын, байыса қазағын байысын, ел байысын, халық байысын. Одан олар байығаннан ешкім жаманшылық көрмейді, наоборот пайда көрмесе. Менің мақсатым Қазақстандағы байлардың санын арттыру. Ол білім беру арқылы, практика арқылы, үйрету арқылы, жол көрсету арқылы. Түсіндіңдер ме достар? Все достар, көп-көп рахмет. Постоянно қадағалап отырыңыздар. Күнделікті неше түрлі нәрселер айтып отырамын. Алла қаласа алдағы уақытта кітаптар шығарам, кітаптарды бөлсем. Өйткені мен түсінгенім, халыққа жол көрсететін адамдар жоқ, қарапайым халыққа. Барлығы тек қана байлардың проблемасын шешіп жүр, қарапайым халықтың проблемасын ешкім шешіп жүрген жоқ. Все, давай, жақсы рахмет.